Уақыт өтеді, жылдар, айлар, күндер сырғып, көп заман артта қалады. Ақ барысынан айырылған адамдар шешімін таппай ойлана бастапты. Ең байтақ қазақ жерінде жазықтарға ағаштар егіп, жан-жануарларды атпай қамқор болып, қорықтар салып көбейтіп қорғап бастапты. Адамдардың пейілдері жақсарып, жүрек жандары ашылып, өз туған жеріне қорған бола бастапты. Бұлардың барлығын көктен бақылап отырған ақ барыстың рухы жерге өз рухынан үрлеп, жан беріп. Ақ барыстың рухы көктен нұр болып түсіп, жерге жан бітірді. Бір жерге ақ барыстың кішкентай күшігін жіберіпті. Оны көрген адамдар қатты қуанып, кең байтақ даланың рухы келді деп жатыр екен. Өзі жаңа жауған аппақ қардай аппақ, жүндері үлпілдек мамық, көздері мөлдір ақ барыс. Кең байтақ жерімізде таудан тасқа секіріп, кең байтақ жеріміз кере малға толы, ырыс пен берекеге толы мекен. Бұл жердің тамыры терең, бәйтеректей биік рухы бар. Тәуелсіздігіміз мәңгі болғай, ол біз адамдардың өз қолында.